Шыңғыс хан туралы әртүрлі пікірлер бар. Өзінің есімі не Шыңғыс хан деген, оның өзі әлі күнге шешілмеген. Мен кітабымда жаздым, оны айттым, қандай екен. Ал енді кейін кезде ол қазақ деп те айтып жатыр. Бірақ ол кезде 13-ші ғасырда, 12-ші ғасырдың соңында қазақ деген сөз болды ма, болған жоқ па? Бірінші соны зерттеп алу керек қой. Ал болған жағдайда да ол этнос ретінде ма, жоқ әлде басқа бір әлеуметтік топ ретінде болды ма? Сондайды зерттеп барып айту керек меніңше. Ал енді менің өзім оқыған дәл 12-ші ғасырда қазақ деген сөзді мен кездестірмедім. Рас, бар төлтте бар. Каспийдің солтүстігінде екі түрлі халық тұрады дейді, екеуі біреуі қасса, біреуі қаза деген сияқты сондай ұқсас сөздермен бір тобында жазылған. Бірақ енді ол кейіннен Алтын Орда кезінде де тіпті Жошыдан кейін, Батуханнан кейін соның өзінде қазақ деген сөз этнос ретінде айтылмайды. Әлеуметтік топ ретінде айтылады. Шын айтқанда қазақ деген сөзді ғалымдар айтып жүр, қайдан шықты, бұл не шықты деп. Менің енді болжамымша бұл кесек деген сөзі шыққан. Негізгіден кесілген кесінді. Касак, кесек дейді ғой, кесак деп жүр. Көне түрік сөздігінде кесак деп айтылған. Кусок дейді орысша. Мысалы, сол негізгіден бөлінген топты қазақ деген. Кесек, кесінді деген сияқты ғой. Меніңше содан шыққан. Ал енді ол әлеумет этнос ретінде Шыңғыс хан кезінде онда этноста тайпада болмаған сияқты. Мен кездестірмедім. Ал мәселе ол Шыңғыс ханның арғы тегі қият ол. Қият деген ол құят деген сөз шыққан, құйған деген сөз шыққан, су, екпінді құйылған деген сөз шыққан, құян, содан құят болған. Енді біз қият деп кеттік. Мәселе сол қиятта, қияттың өзі екеу, біреу анау ғұндар несін құраған, негізгі тайпа, қият тайпасы. Кейінен Шыңғыс ханның 3-ші атасы Қабыл ханның 6 ұлынан тарағандар тағы да қият аталған. Бұрынғы қият ұмытылып, мына кейінгі қият, ол қазақтың ішінде бар екені рас. Қият тайпасы, Шыңғыс хан шыққан. Сондай-ақ Шыңғыс ханмен бірге Мәңгел мемлекетін құрған Жалайыр, Керей, Найман, тағы басқа тайпалар қазір қазақ халқын құрап отыр. Татар халқының жартысы, бұлғар жартысы сол тайпалар. Кейін Шайбанимен, Мұхаммед Шайбанимен өзбек деген аталып, Өзбекстанды құрып отырған солар тең жартысы басқа халықтармен. Сондықтан сол шығыс түріктер деп атаймын мен оларды. Моңғол деп жүр ғой, ешқандай моңғол деген этнос болмағаны да рас. Мен соны дәлелдеп отырмын кітабымда. Шыңғыс хан кезінде мәңгі ел деген ол шығыс түріктерінің одағының аты, құрған мемлекетінің аты. Сондықтан Шыңғыс хан өзі шығыс түрік, оның ішінде қият руы. Енді сол қият кейіннен қазақ, тағы басқа татар, өзбек ұлттарын құрып отыр. Десек, сол жағынан біз әрине бір халықпыз.